Сәлем достар, бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді донер дайындайтын боламыз. Менің ең сүйікті соусыммен дайындаймын. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Ең бірінші бізге өзіңіздің қалауыңыз бойынша любой окорочканы қолдансаңыз болады, бірақ кішкене қиынға соғады. Осылай еттерін алып алу керек. Немесе бірден тауықтың сүзбе етін пайдалансаңыз болады. Сүзбе ма? Грудинка, короче. Сосын осылайша тауығымызды ұзын-ұзын шағылып турап аламыз. Содан соң қызыл бұрышымызды саламыз, тұзымызды саламыз, қара бұрыш саламыз. Барлығын мұқият араластырып аламыз. Содан соң шемішкі май қосып жіберсеңіз болады. Ендігі кезекте картошкамызды ашып аламыз, жұқалап. Содан соң осылай фрей сияқты етіп тураймыз. Мінекей картошкаларымызды да жұқалап турап алғаннан кейін жаңағы тауығымыздың үстіне салып, барлығын мұқият араластырамыз. Егер приправаларыңыз аз болса, қалаған приправаларыңызды қоссаңыз болады, бірақ осылайда өте дәмді болып шығады. Мінекей барлығын біркелкі болғанша араластырып, бетін жауып 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Или асығыс болсаңыз, солайда пісіре берсеңіз болады. Мінекей дайын құрамдарды осылай формамызға салып, пешімізге жібереміз. Пешімізде пісіп жатырған кезде келесі соусымызды дайындаймыз. Бұл менің ең сүйікті соусым. Сізге де ұнайды деген ойдамын. Чеснок, майонез және укроп. Және осылай кішкене огурцидың суын қосып жібердім. Осылайша барлығын араластырамыз. Біздің соусымыз дайын. Енді кезекте өзіңіздің қалауыңыз бойынша донеріміздің ішіне салатын начинкасын дайындаймыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша таңдасаңыз болады. Капуста, менде қияр және помидор. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша пекинский капустамен алмастырсаңыз болады. Корейский морковпен ауыстырсаңыз болады. Мінекей біздің картошка мен окорочкамыз да пісіп қалды. Енді кезекте лавашымызға донерімізді жинайтын боламыз. Мінекей барлығын кезек-кезегімен салып, үстіне соустарымызды құйып, жаңағы окорочкамыз бен картошкамызды саламыз. Мінекей келесі тағы да үстіне соусымызды қоямыз. Соусымызды себетін боламыз. Құрғақ болып кетпеу үшін соусты молырақ салсаңыз болады. Мінекей енді кезекте лавашымызды орап аламыз. Мына жерде түспей қалыпты. Орап алып, қызып тұрған табада осылай екі жағын басып отырып, қызартып пісіріп аламыз. Мінекей осылайша біздің донеріміз дәмді болып шығады, дайын болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер сізге ұнақса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз. Сізге сөзсіз ұнайды. Қараңыздар, міне қазір ортасын кесіп көрсетемін. Іші толық, начинкасы мол, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Егер де менің видеом сізге ұнаған болса, міндетті түрде жасап көріңіз және результатымен бөлісуді ұмытпаңыз. Менің арнамнан осындай қолжетімді құрамдардан, үйде бар құрамдардан өте дәмді астар дайындап үйренеміз. Арнама жазылып кетуді ұмытпаңыз. Рахмет.